Сәлем достар, алдыңғы видеомызда қол жетімді деген 11 автокөлікті назарларыңызға ұсынған болатынбыз. Ал бұл жолы ең қымбат маркалы автокөліктерден обзор жасадық, ендеше кеттік. Орында тұрақтаған Bugatti Veyron құны 8 миллион теңге құрайтын бұл көлікті алғаш рет жасалу нұсқасы 2013 жылы жарияланған болатын. Осы жылы Женева автосалонында ресми түрде таныстырылды. Автокөлік атауы танымал шабандоз Луи Александр Широн құрметіне қойылған болатын. 9-шы орында Pagani Zonda Revolution құны 8 миллион теңге құрайтын Gran Turismo шығарған Zonda нұсқасындағы соңғы автокөлік соңғы уақытта аса бағалы саналып отыр. Zonda нұсқасындағы автокөліктер 1999 жылдан бері құрастырылып келеді. Соңғы нұсқасы Zonda R деп аталады. Автокөлік 100 шақырым сағатына, жылдамдығы 2,7 секундта ала алады. 8-ші орында Lincoln Air Sport 13 миллион теңге тұратын бұл автокөлікті арабтар шығарған. Алғашқы люксті гиперкалар U Motors компаниясының алғашқы автокөлігінің нұсқасы 2013 жылы Монакода таныстырылған болатын. 7-ші орында Ferrari Espa 12ES құны 17 миллион теңге құрайтын бұл автокөлікті танымал британдық композитор, гитарашы әрі әнші Эрик Клаптон келісімшарт негізінде арнайы жасатқан екен. Pininfarina мамандары автокөлікті жасауға Ferrari 458 Италия автокөлігін негізге алған деседі. 6-шы орында Lamborghini Veno Roadster. 17 миллион теңге тұратын бұл автокөлік 2013 жылы Женева автосалонында таныстырылды. Бар болғаны 4 нұсқасы ғана шыққан, оның біреуі мұражайға қойылса, 3-еуі таныстырылымға дейін сатылып кеткен көрінеді. Roadster гиперкаларын италиялық компания 50 жылдығына арнап шығарған. Моторының күші 750 аттың күшіне пара-пар. 5-ші орында Koenigsegg XR Trevit 17 миллион теңге тұратын бұл автокөлік ертеректе шыққан, кейінгі нұсқасы SSX нұсқасының жетілдірген түрі. Бүгінде ең жылдам жүретін автокөліктер арасында экологиялық таза өнім саналады. Моторының күші 806 аттың күшіне тең, ал жылдамдылығы алдағы нұсқаларында тағы жоғарылатпақ. 4-ші орында MC-Laren X1 Concept. Құны 18 миллион теңгеге жуық. Бұл автокөлік 2016 жылы MC-Laren Automotive X1 Concept'тарын арнайы таныстырды. Бұл автокөлік қалталы азаматтың арнайы тапсырысы бойынша жасалған екен. 3-ші орында Rolls-Royce автокөлігі. Құрастырған жалғыз автокөлік 2008 жылы белгілі коллекционер Роланд Холл тапсырысы бойынша көпшілікке таныстырылды. Сыртқы қабаты карбоннан, есіктері ағаштан жасалған, моторының күші 453 аттың күшіне тең. 2-ші орында Maybach X-Lero 27 миллион теңге құрайтын әлемдегі ең қымбат көліктердің бірі. Моторының күші 700 аттың күшіне тең. Ал 1-ші орында Mercedes-Benz CLR MC-Laren. Құны 36 миллион теңге құрайтын, алтынмен апталып, күміспен қапталған бұл автокөлік арнайы тапсырыспен жасалған. Қауіпсіздігі соңғы үлгідегі нано жүйе бойынша қорғалған. Ұрланған жағдайда арнайы радар орнатылған. Ол көлік иесіне хабар беріп отырады.